Soң men оның сиқырлы картасына сөз берелі. Сәлем, мен Томман. Сиқырлы картаның көрсетуі бойынша бизондар Солтүстік Американың батысында тіршілік етеді. Егер Солтүстік Американың батыс жағында тұрсаңдар, оны бірден таныған боларсыңдар. Бұл бәріне белгілі американдық бизон. Bir кездері олар жабайы батыстың нышаны болған. Бүгінде олардың көбі еркіндікте емес, фермада. Бизондар өсімдікпен азықталатын өте үлкен жануарлар. Олар сиырларға ұқсайды. Көп жыл бұрын бизондардың сансыз көп үйірлері азық іздеп қоныс аударып жүретін. Бүгінде бизондар ранчо мен ұлттық бақтарда тіршілік етеді. Енді жақын кезудің қажет жоқ. Сендерді түрлі таңғажайып жануарлармен таныстырған соң ұнатамыз. Зоидың не айтатынын тыңдап көрелік. Сәлем, жануарлардың бәрі жабайы болып бермейді. Үй жануарлары да бар. Мәселен, иттер, сәлемдеріне қалай? Өзің туралы айтшы. Өздерің көріп тұрғандай мен қарапайым итпін. Иә, адамдардың жанында тіршілік ететін кәдімгі итсің. Мен өзімді өте әдемі итпін деп есептеймін. Жүнім алтындай жақсылдай.